10 октябрь күні мынау ұлттық лотерейінің сататығын лотерейный билеті бар, миллионер деген. Миллионер деген бұл моментальный лотерея, сонымен оның құны 500 теңге тұрады. Бұл 500 теңгеден мен шыққанда мына жерде мен 1 миллион ақша мына жерде маған шығып тұр. 1 миллион ақшаны маған одан кейін барып мен жаңа ұлттық лотерейдің офисіне барып айтып едім, осындай ұттым десем, олар сен лотерейный билеттегі номері басқаша, менің компьютерінде басқаша, сен ұтқан жоқсың деді. Онан кейін мен арыз жазып беріп кеттім ұлттық лотерейге. Ұлттық лотерейге арыз жазып беріп кеттім. Олар маған 2 күннен 3 күннен кейін, 1 аптадан кейін де примерно олар маған жауабын берді. Жауабын бергенде сіздің лотерейіңіз ұтқан жоқ деп, мына лотерейде сен подделка жасап алдың деп, жаңағы за мошенничество деген статьяны менің мойныма жазып жіберді. Оның қағазы мынау тұр, мынау. Олардың ответі де бар менде. Оның ответі болғаннан кейін бұл ответпен мен қалалық прокуратураға арыз бердім. Қалалық прокуратураға арыз берді. Қалалық прокуратура ауданның прокуратурасына жіберді, Алмалы ауданның прокуратурасына. Алмалы ауданның прокуратурасы маған кейін бір әйтеуір поштамен жібердім деді. Ответ поштамен әлі келген жоқ. Мен оның ответін 19 ноябрьде барып, оның ответін қолма-қол алып алдым мен олардан. Неден? Алмалы ауданның прокуратурасынан. Алмалы ауданның прокуратурасы маған сотқа бар деп айтыпты. Мен енді бұлар маған тексермей жатып, бұның подделканы кім жасады? Кім жасады подделканы? Подделканы жасаған адамдарды, айыпты адамдарды тауып алмай ма? Сол себепті одан кейін барып жаңағы сотқа бар деп маған оның бір шешімін айтпай ма? Олар ешқандай Алмалы ауданның прокуратурасын тексергенін мен көргенім жоқ. Олар маған тек сотқа бар деген қағазын берді. Онан кейін мен ол қағазды алдымда қайдадан мен екінші рет арыз жазып отырмын. Бір копиясын Нұр Отанға неге бердім, генеральный прокуратураға жаздым, прокуратура города Алматыға жаздым, департамент госдоходы деген бар, соған жаздым, 4-ші экземплярын мен Нұр Отанға жіберіп отырмын. Соныменен бақап ешқандай мәселе шешілетін түрі жоқ. Мына билетті маған сен подделка жасадың деп маған статьяны, за мошенничество статьяны жаңағы кімдер жазады? Ауданның прокуратурасының решениесі, зам прокурор Кәрім деген бар екен, соның шешіміменен ненің жаңағы лотерейный билеттің шешімі маған оның қолында экспертиза жасаған жоқ. Мен оған оригиналды берген жоқпын, оған мен копия билетті берген, билеттің копиясын, лотерейный билеттің копиясын. Сол бойы лотерейный копияның билетіменен мен экспертиза жасадым дейді. Экспертиза қалай? Копиямен экспертиза жасалмайды ғой. Жасалынатын нәрсе тек қана оригиналмен жасалу керек. Аудан маған оригинал билетіңді алып кел, біз экспертиза жасаймыз деп айтқан жоқ. Ешқайсыдан оның мен лотерейный билетімді әлі жақсы тексерген жоқ. Бұны кім подделка жасады? Бұл статья, мошенничество деген статьяны кімге беру керек? Маған емес, солардың өзіне жазу керек мошенничество статьяны, жаңағы ұлттық лотерейдің өзіне. Егер де подделка болатын болса, подделканы неге таппайды? Мүмкін типографиядан кеткен қателік шығар. Типография, олардың өзінің типографиясы бар ма, жоқ, басқа бір типографиямен келісім шарттармен оны билетін печаттатқызады ма? Оны мен білмеймін, оны олар өздері әбден тексеріп, менің билетімнің оригиналын тексеріп, экспертиза жасап, кімнің айыпты екенін соны маған тауып беруін сұраймын.